Баршаңызға сәлем достар. Бүгін ашытқысыз, оңай әрі тез жасалынатын қамырдың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Алдымен айранымызға жұмыртқа, тұз, ертілген сары май және аздап қана қантты қосып, ерітіндімізді дайындап аламыз. Рецептке қажетті азықтың мөлшері описание бөлімінде жазылып тұр. Кіріп көріп алсаңыздар болады. Және де достар, каналым ұнап жатса, лайк қосып, каналыма тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар. Ол менің каналымның тезірек дамуына көмектеседі. Ұнға қопсытқышты салып, араластырып дайындап аламыз. Ұнды електен өткізу міндетті емес. Ерітіндіміздің үстіне ұнды аз мөлшерде ғана салып, қамырымызды илеп аламыз. Соңында осындай мүлдем қолға жабыспайтын, жайғанда ұнды қажет етпейтін қамырымыз дайын болады. Әбден іртіктері кеткенше илеп аламыз. Оны таза пакетке орап 10-15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Дайын болған қамырдан мен бүгін сосиски ftesi және картоп қосылған пирожки жасаймын деп шештім. Осылай пакеттен алып, қолымызға ыңғайлы болу үшін бірнеше бөлшектерге кесіп аламыз. Көргендеріңіздей, қамырды жайған кезде ешқандай да ұнды талап етпейді, мүлдем қолға жабыспайды, өте жұмсақ қамыр. Бұл қамырдан бауырсақта пісірсеңіз болады, асығып тұрғанда. Жаңа мен айтқандай сосиски ftesi, пирожки, тіпті пиццаға да қолдансаңыз болады. Ал мен пирожки жасаймын деп шештім. Мен осылай кішкентай ғана бөлшектерге бөліп алдым. Бұдан кішкентай ғана формадағы пирожкилер шығады. Сізге үлкен пирожкилер ұнаса, кішкене үлкендеу қылып кессеңіздер болады. Салмасына картоптан пюре жасадым. Ол үшін картопты жуып тазалап кесіп, суға қайнатып, тұз және қара бұрышты қосып езіп алдым. Осылай қамырымызды керек формада жайып, жабыстырып, пирожкидің формасына келтіреміз. Екінші бөлшегінен сосиски ftesi дайындаймын. Қамырды осылай жіңішкелеп, ұзыншалап кесіп дайындап аламын. Және сосискиді қабығынан тазартып, кішкентай формада ортасынан бөліп алдым. Себебі балалардың жегеніне өте ыңғайлы. Осылай алдын ала бөліп, кесіп дайындап қойған сосискиімізге қамырымызды орап, формасын келтіріп аламыз. Бәрі дайын болған соң 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 30-40 минуттай пісіреміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыз болады, болмаса жұмыртқамен сүтті араластырып жақсаңыз да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамырдан дәмді пирожки дайын болды. Сіздерге ас болды.